Сәлем құрметті шаяндар, бұл жорамал сіз үшін 2025 жылдың шілде айына арналған астрологиялық болжам. Бұлай сіздің жаныңызға тыныштық пен үйлесім әкелетін ерекше кезең болады. Эмоционалды тұрғыдан бұл уақыт жүрекке жақын адамдармен қайта қауышу, ескі адамдармен қоштасу және жаңа өмір кезеңіне өту сәті болады. Айдың шілде айының жалпы энергетикасы туралы айтатын болсақ, шілде айының алғашқы жартысында күн сіздің зодиак белгіңізде болады. Яғни шаяндардың туған күні, шаяндардың жеке жаңа жылы басталады деп айтуға болады. Бұл сізге күш-қуат, әрине, энергия, өмірге деген мотивация сыйлайды. Сіз өзіңізді жинақтап, барлық өміріңіздің жан-жағын маңызды шешімдер қабылдай бастайсыз. Бұл сіздің жұлдызды уақытыңыз. 4 шілдеде Венера егіздер белгісіне өтеді. Шаяндар үшін бұл сіздің 12-ші астроүйде болатын құбылыс. Бұл күннен бастап Венера сіздің 12-ші астрологиялық үйіңізде, яғни 12-ші үй бізде ішкі әлем, тыныштық, рухани байланыстар үйі. Бұл сізге жан тыныштығын, рухани сауығуды сыйлайды. Табиғат аясына саяхат, киелі орындарға бару, немесе жай ғана жалғыз өзіңіз өз ойыңызбен қалып, өзіңізге бақылауға, немесе жалғыздықта кішкене болуға сіз үшін ол үлкен пайда әкеледі. Сонымен қатар бұл жасырын қаржылық табыс болуы мүмкін, және құпия махаббат, яғни ешкім білмейтін махаббат, немесе шектеулі махаббат, немесе жеке шегініс кезеңі де болуы мүмкін. Себебі 12 үй кейде сондай жасанды нәрселерге де байланысы болады. 7 шілде күні Венера мен Плутон планеталарының арасындағы үйлесімді аспект болады, және екінші оқиға ол Уран планетасы егіздер белгісіне өтеді. Шаяндар үшін бұл Венера мен Плутонның тригоны романтикалық қарым-қатынастар, қаржылық істерде сәттілікті білдіреді. Бәлкім бұрыннан күткен ақша келуі мүмкін, немесе бір маңызды, әсіресе әйел адаммен бір қандай да бір сіз үшін маңызды оқиға болуы мүмкін, немесе мәселе шешілуі мүмкін. Әсіресе үй ішіндегі әйел адам, немесе туысқандар арасындағы, немесе коллектив болсын, бірақ сол әйел адамға байланысты. Сонымен қатар Уранның егіздерге өтетіні шаяндар үшін күтпеген өмірлік бағыттарды әкеледі. Бұрын соңды ойламаған саяхаттар, немесе жоспарламаған саяхаттар, және өмір салтындағы күрт өзгерістер болуы мүмкін. Өмір салтын өзгерту, жаңа режим өзіңізге бастау, қандай да бір жаман әдеттерді тастау. Сонымен қатар бұл Уранның жаңағы егіздерге өтуі ұзақ мерзімді әсерінің басталуы болады, 7 жылға дейін созылатын. Уранның жаңағы үй ауыстырып жатырғанын, яғни белгіні ауыстырып жатырғаны туралы басқа толық видео болады, ал бұл видеода тек қысқаша айтып кетемін. 10 шілде күні Тауешкі белгісінде толық ай болады, ал шаяндар үшін бұл сіздің 7-ші үй арқылы өтеді. Бұл күн қарым-қатынастарда анықтық, шешім және нәтиже әкелетін кезең. Серіктесіңізбен, клиенттермен, немесе жақын достарыңызбен байланысты терең түсіне бастайсыз. Бұл үйде сондай-ақ екінші балаға қатысты оқиғалар да болуы мүмкін. Оқуға түсу, сапар, немесе жеке өмірі туралы жаңалықтар. Егер де сіздің өзіңіздің балаларыңыз болмаса, ол сіздің туысқандардың, аға-апаларыңыздың балаларына қатысты мәселелер болуы мүмкін. Яғни сіз қазір олардың өмірінде ерекше рөл ойнайсыз, немесе көмек көрсетуіңіз мүмкін. 13 шілде күні күн мен солтүстік түйіннің тригоны болады. Бұл күні сізге тағдырдың өзі жол нұсқайтындай болады. Күн сіздің тұлғалығыңыз, ал Раху ол болашаққа бағыт береді. Бұл болашағыңыз айқын көрінетін, өз миссияңызды сезетін сәт. Немесе қазір әлеуметтік желіде көп айтады ғой, призвание, қандай адам өзінің призваниесін, жаңағы өзінің миссиясын түсіну керек, немесе яғни тек қана табыс қана әкелмей, өзіңіз сүйетін де бір нәрсемен айналысу, тек қана табыс әкелмей өзіңізді
осы қоғамда мүмкін өзіңізді пайдалы болып сезінетіндей бір жұмыс табасыз, немесе сол жұмыс туралы ойлай бастайсыз. Яғни тек қана ақша таппай, сол ақшаны табумен қатар мен қалай пайдалы бола аламын деген сұраққа жауап іздейтін боласыз. Және сол қазір оңай болады өзіңізді өзіңіз түсіну. Ең маңызды мақсаттарға қадам жасауға қазір сіз үшін таптырмас уақыт. Себебі өзіңіздің туған күндеріңіз басталған сәтте бұл жеке жаңа жыл болғандықтан жаңадан мақсаттар қоюға болады. Барлығы жылдамырақ жүзге асатын болады. 18 шілдеден 11 тамыз аралығында Меркурий планетасы ретроградты жүрісте болады, екінші астроүйде. Бұл кезеңде қаржылық жоспарлар, табыс пен шығындардың бәрін қайта қарауға жақсы уақыт. Бұрынғы табыс көздері қайта оралуы мүмкін, бұрынғы жұмысқа оралу, ескі клиенттерден пайда көру, немесе банк шоттары немесе карталарды қайта рәсімдеу де ықтимал. Сонымен қатар, егер де банкте кредиттер, ипотека болса, мүмкін қазір сізге лайықтырақ немесе жеңілдікпен, қандай да бір жеңілдік пайызбен, басқа бір тарифке болсын, басқа бір программа арқылы қайта рәсімдеуге болады. Өз қызметтеріңіздің құнын қайта бағалауға жақсы уақыт. Егер де сіз қандай да бір қызмет көрсететін болсаңыз, немесе тауарлар сататын болсаңыз, қазір сол сатып жатырған немесе көрсетіп жатырған қызметтің бағасын көтеруге болады, қайта қарауға болады. Өзіңіздің уақытыңызды мысалы қандай сомаға қарастырасыз деген сияқты. Яғни сонымен қатар және өзіңіздің еңбек нәтижелеріңізді талдауға жақсы уақыт. Келесі 22-23 шілдеде Марс пен оңтүстік түйін қосылысы болады. Бұл қарқынды энергиямен шешім қабылдайтын уақыт. Жеке өмірдегі жоспарларды жүзеге асыруға күш салуға болады. Алайда бауырлармен, көршілермен немесе серіктестермен кикілжің болмауын қадағалаған дұрыс. Энергияны ішкі өсу мен ілгерілеуге жұмсаңыз. 24 шілде күні жаңа ай туады. Жаңа ай Арыстан белгісінде туады, екінші астроүйде. Шаяндар үшін жаңа ай бұл кезде сіздің табыс, ресурстар және бағалау өз секторыңызда жақсы өзгерістер болады. Бұл жаңа қаржылық мүмкіндіктер туғызады. Жұмыс, сыйлық немесе тіпті сіз көптен аңсаған немесе мақтан тұтатын зат сатып алу кезеңі. Аспектілер Сатурн мен Нептунмен үйлесімді болғандықтан, бұл жаңалықтар сіздің карьераңыз бен әлеуметтік мәртебеңізге әсер етуі мүмкін оң жағынан. 25 шілде күні күн мен Плутонның қарама қайшылығы болады. Бұл күні қаржылық немесе меншікке байланысты мәселелерде кернеулер болуы мүмкін. Артық тәуекелдерге бармаңыз, эмоцияға берілмеңіз. Қаржылық шешімдерді кейінгі уақытқа қалдыру ұсынылады, яғни 25 шілдеден кейінге қалдырған дұрыс. Сондай-ақ жан-жағыңызда қатты немесе күшті манипулятор адамдардан аулақ болу керек, себебі өзіңіздің басыңыздағы шаруаны немесе қандай да бір сұрақты қасыңыздағы адамды, манипулятор адамдарды тыңдап, дұрыс емес шешім қабылдауыңыз мүмкін. Сондықтан байқас болыңыз. 31 шілде күні күн мен ретроградты Меркурий қосылады, екінші астроүйде. Бұл кезде шабыт пен көптеген идеялар келеді басыңызға. Қаржы саласында сәтті шешім қабылдауға немесе табысқа жетелейтін жаңа ақпарат алуға тамаша уақыт. Бұрынғы табыс көзі қайта оралуы мүмкін, немесе бұрын жоғалған ақшаңыз қайтып келуі мүмкін, немесе өзіңіз тауып алуыңыз мүмкін. Сонымен қатар, шілде айында қосымша екі маңызды аспект болады. 10-16 шілде аралығында Сатурн планетасы 10 астроүйде стационарлық күйде болады. Бұл уақыт кәсіби немесе мәртебеге байланысты міндеттерді орындаудағы кідіріс уақыты. Яғни жауапкершілік алмаған істер кедергі тудыруы мүмкін осы кезеңде. Сондықтан өз жұмысыңызды дұрыстап
жауапты уақытында жауып жүрген дұрыс. Себебі егер де қандай да бір кешігіспен жасап жүрген болсаңыз, қандай да бір міндеттерді басыңызға алған, жұмыс орында болсын немесе жеке өмірде болсын, қандай да бір басыңызға міндеттерді алған болсаңыз, бірақ орындамаған болсаңыз, осы 10-16 шілде аралығында сол сұрақтар, шаруалар кездейсоқ, яғни қандай да бір жоспарларды бұзып, жиналып, кедергі келтіріп қалуы мүмкін. Сондықтан уақытында бәрін дұрыс жасап жүрген дұрыс. Екінші маңызды аспект ол 1-12 шілде аралығында Нептун планетасы 10-шы үйде стационарды күйде болады. Бұл Нептун бізде интуицияға байланысты планета, сондықтан интуиция қатты жоғарылайды, ішкі бағытты сезінетін боласыз, болашаққа қатысты жаңа түсініктер болады және көптеген ақпараттардың ашылатын кезеңі. Карьера, қоғамдағы орныңызға байланысты жасырын жағдайлар болатын болса, солардың бәрі қазір сіз үшін анық бола бастайды. Барлығын сезетін немесе кейбір диалогтарды тыңдай отыра өзіңіздің көзіңіз ашылғандай кейбір нәрселерді жылдамырақ өзіңіз үшін түсінетін боласыз. Және әрине алдағы жоспарларыңызды сол интуицияға қарап та түзеуге болады. Яғни түзетулер немесе өзгерістер енгізуге болады. Қорытындылайтын болсақ, шілде сіздің жұлдызды уақытыңыз, қымбатты шаяндар, жаныңыз тынышталады. Жүрегіңізге жақын адамдармен қайта табысатын боласыз. Ал қаржы мен кәсіби салада жаңа мүмкіндіктер есігін айқара ашады. Өзіңізді тыңдаңыз, интуицияңызды тыңдаңыз, тағдыр сізге міндетті түрде жол көрсетеді. Қымбатты шаяндар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Арнаға жазылыңыз, келесі кездескенше.